Бізде әлде де болса мынау сұрақтар кейбір жерлерде әлі қалмаған. Құранды басып, нанды алайын ба, нанды басып, Құранды алайын ба деген сұрақтар, білесіздер ме? Бұрын болатын бұл сұрақтар. Әлде де болса бар екен. Мен айтамын да, неғыласын екеуін де баспай қой. Табуретканы баста ала берсе алатыныңды. Негізінде бұл сұрақты қойып жатқан адамның айтқысы келгені Құранның дәрежесі үлкен ба, нанның дәрежесі үлкен ба деген мағына ғой. Ағайындар, нан өте қасиетті. Нанды біздің еліміз қастерлейді. Не үшін? Өйткені бұрынғы 1932-38 жылдардағы аштықта нанның қадірін білген біздің аталарымыз. Сол үшін нанды қатты қадірлейді. Бірақ мына нәрсені дұрысынан түсінейік, жігіттер. Нанды дәретсіз жеуге бола ма? Болады. Ғұсылсыз ше? Болады. Дәретсіз, ғұсылсыз нанды ұстауға бола ма? Болады. Ал Құран-ы Каримді ше? Уақиға сүресі болу керек, соңғы беттерінде «Ла ямассуху иллал мутаххарун». Оны тек таза адамдар ғана ұстайды. Таза адамдардан басқалар ұстай алмайды дейді. Бізде дәретсіз Құранды ұстауға болмайды. Ал ғұсылы жоқ адамға Құранды дауыстап оқудан да қайтарған. Енді Құран қасиетті деген нәрсе, нан қасиетсіз деген мағына шықпайды одан. Нанның қасиеті бар, бірақ Құранмен салыстыруға келмейді, жігіттер. Құран бұл Алланың сөзі, жігіттер. Құран дәретсіз ұстауға болмайтын өте қасиетті кітап. Ол Құранмен еш нәрсе салыстыруға келмейді. Мынау дүниеде Құран-ы Кариммен еш нәрсе салыстыруға келмейді. Сол үшін жаңағы сұрақты бар ғой, осылай тоқтату керек. Құранды басып нанды алайын ба, нанды басып Құранды алайын ба дегенше. Қажет емес сұрақ бұл. Миды ашытатын сұрақ қой бұл.